Кадырлы күн достар, біз апортқа бүгін продукт алуға келдік. Ютубқа саламын, лайк басып, рахшама тіркеліп отырыңыздар. Продукты блог. Кішкене бар шығар. Hazır produkt almamız. Magnumga produktiga keldik. Chir. Mingiz deyasiz. Suvni pastda olib kerak. Ananday alashda весовой. Biron gana saq bo'ldi qag'an. Magnum Measure produktini aldık, 2 kiloşka abi. Endi hazır qaytamiz, kassaga boramiz. Arna bitti. Bumaga jaq tapshib aqnur. Bumagam ko'rmayapti. Shpoya olib kerak. Bo'lma, chiqamizmi? Сонымен достар, холодильнигimizді толтырып қойдық. Бұл бірақ бізде 4 балаға дым болмайды, бір апта таусылады. Мән бермеңіздер, мынаны бәрін уже балашаға ақтарып, азанымен ақтарып тастапты ғой холодильникті. Аз-маз 60 мың қалған продуктымыз осы. Енді жақта көкөністер, жеміс-жидектер. Блогыма лайк басыңыздар. Мынандай ірімшік, не алғандарым көрсетпеппін ғой кешеді. Мына жақта киви, капуста, сәбіз, колбаса, мынандай қолдың қаймағы, шоколадная паста, халва, май, и биостар. Потом мынандай нені жақсы көреді біздің балалар, десерт осындай. Сол алғанымыз пока осындай. Бізде балашаға уже тамақ жақ келмейді ғой. Потом мынау морозильник, бізде ет таусылып қалған ет. Мен мамамнан 4 күннен ет алдырып тұратын ек пока. Пельмен, окорочки сондай ала салдық. Етті пока сосын аламыз. Одан кейін мына жақта картошка, пиязды осындай салып қойдым. И мына жақта шкафта осындай дәнектер, печенье, потом мынандай күріш, тұз, анау-мынау деген сияқты осындай заттар. Потом мына шкафтың астында осындай май. Солай аздаған продукт, и мына жақта ұндар. Блогым осымен аяқталды, Magnum блогы. Лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар.